Сәлем қыздар, егер де шайға түк таппасаңыздар, дәмі тіл үйіретін, өте жеңіл дайындалатын, әрі тез пісіп шығатын кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге 4 жұмыртқа қажет болады. 4 жұмыртқамызды ыдысымызға құйып, 1 стакан қант салып, жақсылап қанты ерігенше араластырып аламыз. Мен миксердің көмегінсіз жасадым. Содан соң 1 стакан сүт құйып араластырып аламыз. Өте оңай рецепті, бала-шағаңызға, отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Енді 5 ас қасық сұйық май құямыз. Шым-шым тұз саламыз. Содан соң 2 стакан ұнымызды електен өткізіп, жақсылап араластырып аламыз. Ұнның барлығын қоспаймыз, 3-ке бөліп саламыз. Осылай біркелкі қоймалжың масса болып шығады. Енді жарты шай қасық ас содасына сірке суын тамызып, массамызға салып, жақсылап араластырып, формамызға құятын боламыз. Пешімізді 170 градусқа қойып, 50 минутта пісіп шығады. Ас болсын.